Қазір осы кемптің бәрін осы екеуімен істеп жатырмыз қазір. Өйткені біреуі көбірек еңкейеді, біреуінің қолы ұзын, артқа көп жұмыс істей алады деген сияқты. Лара сияқты істей алатын боксшылар. Ойладық, үшеу төртеумен істейтін шығармыз деп ақылдастық. Бірақ осы тек осы екі жігітті ғана қалдыруды жөн көрдік, өйткені өз қазақта сөз бар ғой, аузы күйген үрлеп ішеді деп. Бұрын осы жекпе-жекке жақын қалған кездерде жаңа спарринг партнерлер алып келгенбіз ғой. Біреуі кәдімгі шынтағын тосады, біреуі баспен ұрады, біреулерінің перчаткілері кәдімгідей жұқа, әдейі істей ма, арнайы сөйтіп келе ма, біреу сөйтіп жібере ма, мен түсінбедім. Оның ішінде не болса да, кәдімгі тиген кезде бір қолы тиіп, Жәнібектің қабағы жыртылып кеткен бір сәт болды бізде. Одан кейін Жәнібек печеньге ұрып атқан кезде бір әдейі бір шынтағын тосып, мына қолын сындырып алған кезіміз болды. Сөйтіп бәрі басымызға тиді, әр нәрседен көріп сабақ алып, осы маңызды жекпе-жектің алдында өзіміз бірінші күннен бастап істеп жатқан екі спарринг партнермен істейміз деп шештік. Қазір осы екі спарринг партнер тренерлері бар, соларға айтып қоямыз, бізге былай істеу керек. Лара рингте мынандай нәрселерді көп жасайды, сендер де солай жасаңдар, бір-екі соққыды, түзу соққыларды жиі ұрыңдар деп оларға да сондай тапсырма береміз. Олар сол 4 раунд болса 4 раунд, 8 раунд болса 8 раунд бойы сол нәрсені жасауға тырысады. Спарринг қарсылас таңдаған кезде де өте мұқият болмаса, бұл жерде саған бір жан ашып, сені бір жеңіске жетіп, жарқырап жүрсе екен деп тілейтіндер мен ойлаймын, бір санаулақ деп ойлаймын. Әркім әртүрлі оймен келеді, әркімнің пиғалы әртүрлі. Міндетті түрде біз қолғабын тексереміз қазір спарринг қарсыластардың. Кеше бір спарринг қарсыласымыз мысалы тұмау тиіп ауырып қалды. Тұмау болып жатсын, кемеде оны келгізбей қойдық. Соның бәрін қарамасаң, енді спарринг қарсыластарға біз ақша төлейміз ғой. Бұлар жасырып, ауырса да келіп, бокс жасай беруі мүмкін, Жәнібектің, бірақ жұқтырады ауру. Салмақ қуып жатқаннан кейін, диета ұстап жатқаннан кейін иммунитетте әлсіз болады. Кез келген қазір салқын тиіп қалса болды, біреу тұмау болып тұрса болды, тез жұғады. Соның бәріне өте бір ұқыптылықпен, тиянақтылықпен қарау керек. Спарринг қарсылас екен, бокс жаса дегеніміз бізді форма кіргізеді екен деп бокс жасай бермейміз. Осындай бір өзінің бір көріне бермейтін, айтыла бермейтін бір заңдылықтар бар ішінде. Бүгін мысалға 8 раунд істедік. 75-80%-ға уже адам өзінің көрінеді ғой, формаға кіргені. Сырттан бекенге де, тренерларға да көрініп тұр. Сол себепті жаттығуды азайту, жаттығуды көбейту, бәрін жоспарлап істеу керек. Өйткені формаға кірген кезде адам пикта тұрады. Ал пикта тұрған кезде адам жарысқа, бойға келген кезде асып кетпеу керек пиктан. Сол себепті осы нәрсенің бәрін жоспарлап, бәріміз бір-бірімізбен бөлісіп жатырмыз.